пәнінің мұғалімі Каленова Әлия Кендебайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геоақпараттық жүйелер технологиясын қолдану аясы. Сабағымыздың оқу мақсаты шаруашылық пен ғылым салаларында геоақпарат технологияларын қолдану маңыздылығын сипаттайды. Оқушылар, географиялық ақпараттық жүйе дегеніміз не? Гаждың көмегімен қандай тапсырмаларды шешуге болады? Қалай ойлайсыздар? Енді осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Географиялық ақпараттық жүйе, немесе қысқаша түрде гаж деп белгіленеді. Геоақпараттық жүйе кеңістіктік бөлінген ақпаратты жинақтау, басқару, талдау және бейнелеп көрсетуге арналған кешен. Геоақпараттық жүйелер қарапайым деректер қорының электрондық карталар мен қуатты графикалық құралдармен үйлесуі. Қолданыстағы технологияларға дайындалған кадрларға сүйене отырып, компания гаж технологияларды қолданып, графикалық, картографиялық материалдарды мыналар үшін әзірлейді. Өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салаларына, көлікке, оның ішінде темір жол және автомобиль жолдарына, инженерлік желілерге, яғни сумен жабдықтау, су бұру, байланыс, телекоммуникация, электрмен жабдықтау, экологиялық мониторинг және төтенше жағдайларда, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымдар үшін әзірлейді. Геоақпараттық жүйе ретінде географияны, информатиканы, ақпараттар жүйесінің теориясын біріктіре отырып, картография және басқа ғылымдар теориясының тоғысқан жерінде пайда болды. Қарапайым тілде гаж мәліметтер базасы мен электрондық картаның байланысы болып табылады. Құрметті оқушылар, енді географиялық ақпараттық жүйесіне мысал келтіріп жіберейік. Мына алдарыңыздағы суретте екінші гаж Нұрсұлтан сандық анықтамасы терезесіндегі театрлар қабаты көрсетілген. Бұнда, яғни Астана опера үшін біріктірілген ақпарат берілген. Бұл ақпаратта театрдың аты, мекен жайы, суреті, жұмыс кестесі көрсетілген. Сендер сандық карталардың жұмыс принциптерімен смартфондағы Google, Яндекс және басқа да веб-серверлерден нысандар іздеу тәсілі арқылы танысыңдар. Яғни, геоақпараттық жүйе көптеген мәліметтерді, суреттерді, анықтамаларды барлығын кішкене ғана ақпаратқа сыйдыра алады екен. Сандық карталарды жасайтын маман геоақпаратшы деп аталады. Жасау үдерісі бұл геоақпараттық модельдеу, құрал географиялық ақпараттық жүйелік технологияларды атаймыз, ал нәтиже географиялық ақпараттық жүйелер деп аталады. Енді мына суретке назар аударып жіберейік. Бұнда геоақпараттық жүйелердің құрылымы көрсетілген. Яғни, гаж қабықша деп аталады, ол программалық қамтамасыз етудің негізгі көрсеткіші болып табылады. Сандық карталарды жасайтын маман геоақпаратшы деп аталады. Әдебиетте географиялық ақпараттық жүйе түсінігінің 10-нан астам анықтамалар кездеседі. Мұндай әркелкілік бір терминнің бір-бірімен үш түрінің байланыстылығы, бірақ әртүрлі түсініктерді білдіреді. Яғни гаж қабықша, гаж геоақпаратшының автоматтандырылған жұмыс орны, гаж өнімдері. Енді ары қарай талдайтын болсақ, гаж қабықша программалық қамтамасыз ету. Бұл сандық карталарды біріктіретін мәліметтермен жасап, олармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін компьютерлік программалар болып табылады. Программалық қамтамасыз ету әр алуандылығымен ерекшеленеді. Ол еркін таратылатын және коммерциялық деп екіге бөлінеді.
Сондай-ақ оларды кәсіптік, үстелдік және интернет қабықшалары деп те бөледі. Кәсіптік программалар өнімділігі жоғары компьютерлер мен мәліметтердің үлкен жиынтығынан бағытталған. Үстел программаларын қарапайым мәселелерді шешу үшін кәдімгі компьютерлерді орнатуға болады. Интернет қабықшалар программалық қамтамасыз етуді жасаушы компания өндірушілер порталында онлайн режимінде қарапайым карталар жасауға мүмкіндік береді. Программалық қамтамасыз ету, яғни ортада геоақпаратшы, жаңа анықтамаларды жинайтын маманды геоақпаратшы дейміз. Ол кіру мәліметтері арқылы, ақпараттық қамтамасыз ету арқылы, географиялық карталар, нысандар координаталары, серіктестік түсірімдері, сандық суреттер, далалық зерттеу мәліметтері, басқа да атрибуттық мәліметтерді өңдеп, компьютерлер, сканерлер, сандық фотоаппараттар, плоттерлер, принтерлер, навигаторлар арқылы дайын газ өнімдерін жасайды. Яғни олар дайын газ өнімдеріне сандық карталар, атластар, анықтамалықтар, геопорталдар, іздеу веб серверлері жатады. Географиялық ақпараттық жүйелерді қолдану салалары. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, газдың қолдану саласы өте кең ауқымды екенін байқайсыздар. Яғни геоақпараттық жүйелер қала құрылысында, экологияда, денсаулық сақтау ісінде, өнеркәсіпте, зауыттар мен теңіз кемелерін жасауда, оларды пайдалануға, ақыл-ой карталарын жасауға, маңызды инфрақұрылымдар мен әлемдегі миллиондаған адамдарды қорғауға көмектеседі. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабақтан алған білімімізді бекіту мақсатында сөйлемдерді аяқтап, өз ойларыңызды тұжырымдасаңыздар. Жерді қашықтықтан зерделеу үшін газды мүмкіндіктері мен қолданылуы мүмкін. Қарапайым тілде газ болып табылады. Яғни оқулықтың мәтінін пайдаланып, алған білімдеріңізді пайдаланып, осы сөйлемдерді толықтырып жіберсеңіздер. Қаны, жұмыстарыңызды тексеріп көрейік. Жерді қашықтықтан зерделеу үшін географиялық ақпараттық жүйе қолданылады. Газдың мүмкіндіктері әртүрлі қызмет салалары мен түрлі тапсырмаларды шешу үшін қолданылуы мүмкін. Қарапайым тілде газ мәліметтер базасы мен электрондық картаның байланысы болып табылады. Жақсы, жарайсыңдар. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі геоақпараттық жүйелер тақырыбы бойынша географиялық ақпараттық жүйелер кеңістіктік мәліметтерді сақтаудағы, өңдеудегі, көзбен шолу жасаудағы нақты жаңа қадам болып табылатындығын білдік. Олар қазіргі адам өміріне мықтап кіріп, жаңа мүмкіндіктер ашатынын түсіндік. Құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабақ бойынша алған білімдерімізді қорытындылау мақсатында түсінбедім, сұрағым бар және бәрі түсінікті болды сұрақтары арқылы рефлексия жасап жіберсеңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.